Көз ауруларының бірі бұл диабеттік ретинопатия деп айтылады. Бұл қант диабеті бар адамдардың қан тамырлары зақымдану салдарынан, әсіресе микроангиопатия болған кезде көздің қан тамырлары зақымданып туындайтын көзі соқырлыққа айналып келуі мүмкін қауіпті аурулардың бірі. Бұл кезде науқаста қандай симптомдар болады? Көздің алдының қарауытуы, көздің көру қабілетінің нашарлауы, жарты сезудің, жарты ажыратулардың нашарлауы және де көздің айналасына бір жарқылдар, найзағай тәрізді сезімдердің болуы, көздің алдынан бір нәрсе ұшып жүргендей болып, көру алаңының тарылулары сияқты байқалуы мүмкін. Жалпы айтқанда, негізі бастапқы кезеңдерінде ол байқалмауы мүмкін адамға, бірақ міндетті түрде қант диабеті диагнозы қойған адамдар кем дегенде жылына бір рет, немесе 6 айда бір рет офтальмолог маманына қаралып тұруы керек. Бұл көзге қалай әсерін тигізеді? Қандағы қанттың деңгейі жоғары болған кезде, ол қан тамырларды, әсіресе микроангиопатия болған кезде көздің майда қан тамырларын зақымдап, олардың өткізгіштігін бұза бастайды, яғни микроваскуляризация туындай бастайды. Сол кезде көздің қан тамырларынан бөлек, өзінің организміндегі собственный қан тамырлардан бөлек басқа да қан тамырлар пайда бола бастайды. Яғни бұл процесс неоамбриогенез деп айтылады. Неоангиогенез, яғни жаңадан қан тамырлар түзіледі, бірақ бұлардың барлығы түзілген қан тамырлар біздің организміміз үшін пайда емес, бұл зиян алып келеді. Яғни оның пайда болған қан тамырлар мен біздің организміміздің пайда бұрыннан бар қан тамырлардың айырмашылығы, жаңадан түзілген қан тамырлар тек қана базальды мембранадан тұрады. Негізі біз кез келген ағза тіндер қан тамырдан қоректі, оттегіні алып отыру керек. Көздің де қан тамырлары сондай қызмет атқаруы тиіс, бірақ жаңадан түзілген қан тамырлардың оттегіні беруге, қоректендіруге қабілеті болмайды. Яғни көздің тіндерінде ишемия, гипоксия туындата бастайды. Сондықтан да көзде және де бұл жаңадан түзілген қан тамырлар микроваскуляризация деп айтылады, және де бұдан бөлек микроаневризмалар түзуге бейім болады. Ол түзілген микроаневризмалар көп түзілген сайын кез келген уақытта ол жарылып кетуге бейім болғандықтан, мысалға асқыну салдарынан көзге қан құйылулар пайда болып, жаңағы көздің түбі зақымдалып, отек зрителі нервіға дейін шақырып, атрофиясына дейін шақырып, көзді соқырлыққа айналып келуі мүмкін. Яғни осы процесс жалғаса береді, гипоксия болады, ишемия болады, одан соң тағы да ол организмге оттегі жетіспей жатыр деп, одан сайын қан тамырлар көбейе береді. Осы процесс жалғаса береді, соңында асқынуға алып келуі мүмкін. Бұның ең соңғы негізгі емі диабеттік ретинопатия кезінде қант диабеті бар адамдар тек қана дұрыс уақытылы дәрісін ішіп, глюкоза деңгейін уақытылы тексеріп, коррекция жасап отырса, онда көздің асқынуларын алдын алады. Операциялық ем лазерлік коагуляция жүргізілетін болады.